Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тауық етінен, төс етінен жасалынатын екі тағамды жасайтын боламыз. Ең бірінші бұл котлет. Тауық етін турап аламыз, майда етіп, және қызанақтарды турап аламыз. Үстінен теркадан өткізілген сыр, 2 жұмыртқамызды қосамыз. Бұл рецепт өте тез жасалынады, әрі дәмді болып шығады. Және қаймағымызды қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш дәмдеуіштерді қалауларыңызша қосасыздар. Ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз. Және барлығын жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Біркелкі етіп араласқаннан кейін баяу отта әр жағын 4 минут пісіретін боламыз котлеттің. Қазанымызға майымызды салып, майымызды құйып, үстіне 1 қасық осы котлетті саламыз, 4 минут пісіреміз, аударамыз, келесі жағын баяу отта 4 минут пісіреміз. Котлеттеріміз осылай дайын болады. Өте дәмді, тіл үйіретін тағам. Ас болсын. Ал енді екінші тағамымызға кірісеміз. Бұл бізде шашлыки на палочке в духовке. Ал тамағымызға кірісейік. Ең бірінші төс етін турап аламыз. Қатты кішірек емес, қатты үлкен емес, орташа қылдырып. Үстіне дәмдеуіштерді қосамыз, өздеріңіздің қалауларыңызша. Қара бұрыш, тұз, тауық етіне арналған дәмдеуіштер, паприка, міндетті түрде сұйық май, тұз, және соевый соусымыз 2 қасығын қосатын боламыз. Барлығын араластырып, бетін жауып, холодильникке салып қоямыз. Қалған тамағымыз дайын болғанша, немесе бір түнге қойсаңыздар болады. Өте тауықтарыңыз жұмсақ, күшті болып шығады. Ары қарай видеода көріп тұрғаныңыздай шпажкаларымызды суға салып қоямыз. Себебі ол жаңағы духовкада күйіп кетпес үшін. Картошкамызды майдалап, турап алатын боламыз, жіңішке қылдырып, себебі духовкада ол тез пісу керек. Егер қалың турасаңыздар, жартылай пісіп, жартылай піспей қалуы мүмкін. Дәмдеуіштерді қосып, сұйық майымызды, тұз барлығын салып, ең астына салып қоямыз. Формамызға салатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Немесе бұны турап емес, теркадан да өткізсеңіздер күшті болады. Бұдан да жіңішке болады. Ары қарай қызанақты 4 бұрышты қылдырып турап, пияз және болгарский светофор, солардың барлығын 4 бұрышты қылдырып турап шығамыз перецтерді. Ал енді шпажкамызды алып, өздеріңіздің қалауынша бірінші тауық, пияз, помидор барлығын салып шығамыз. Видеодағыдай көрсетіліп жатқандай. Духовкада қызып тұрған 180 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Сол уақыттарда дайын болып қалады. Негізі каналымда күнделікті мен тәттілер пісіріп жүретін болатынмын. Выпечкалар.
Бұндай тағамдар сіздерге қалай өте ма, өтпей ма жазып кетсеңіздер, тағы да осындай түсірейін ба, түсірмеймін ба, комментарийға қалай шыққанын немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, маған жазып кетіңіздер. Және каналыма подписаться етіп, колокольчикке салып қойыңыздар, себебі менде түрлі тағамдар шығып тұрады, бұйырса. Ал духовкаға саламыз, бағанағыдай айтқанда 180 градуста 1 сағатта дайын болады. Ал ас болсын, сіздермен болған Ардақ.